Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығатын, дәмі ауызда еритін осындай жып-жұмсақ сочникттердің жасалу жолын ұсынатын боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Каналымнан осындай жеңіл жасалатын әртүрлі рецепттерді таба аласыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұн салып, оның үстіне салқын сары майды салып, жақсылап тұрып, қолымызбен мыжғылап, осылай кружка дайындап алатын боламыз. Сары май міндетті түрде салқын болу қажет. Осылай қолымызбен жақсылап тұрып, мыжғылап, кружка дайындаймыз. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Каналымнан кешкі асқа, таңғы асқа арналған әртүрлі тамақтардың, выпечкалардың, торттардың рецепттерін таба аласыздар. Осылай жақсылап тұрып кружканы дайындағаннан кейін оның үстіне қант қосып, және де бір ас қасық разрыхлитель, яғни қамыр қопсытқыш қосып, барлығын жақсылап тұрып тағы да бір келгі болғанша араластырамыз. Барлық қажетті құрамды описание бөлімінде қалдыратын боламын. Дайындап алған кружканың үстіне 50 грамм қаймақ қосып, мен 20% қаймақ қолдандым. Негізі кез келген қаймақ жарай береді. Оның үстіне бір жұмыртқа қосып, жақсылап тұрып, қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыз өте қатты қолға жабыспайтындай, сондай орташа тығыздықта болып шығады. Осы айтқан мөлшермен жасасаңыздар, қамырларыңыз идеальный, жып-жұмсақ, өте дәмді болып шығатын болады. Осылай жақсылап тұрып қолымызбен жып-жұмсақ қамыр илеп алатын боламын. Дайын болған қамырды алып, бетін крышкамен жауып, 20 минутқа холодильникке қалдырамын. Әрі қарай салмасын дайындаймын. Салмасына творог және де жұмыртқаның белогын алып, оның үстіне қаймақ қосып, қант қосып, жақсылап тұрып, барлығын араластырып алатын боламын. Творогтың проценті маңызды емес, бірақ қатты майлы болса, ешқандай қаймақ қосудың керек жоқ. Менде өте қатты құрғақ творог болғаннан кейін осылай қаймақ қостым. Қант қосып, жақсылап тұрып, барлығын араластырып, сәл қоймалжың масса шығарамыз. Осылай начинкамыз дайын болды. Әрі қарай қамырмен жұмыс жасаймыз. Осылай 20 минут бойы тұрған қамырды алып, оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта, қатты жақартпай жайып алатын боламыз. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Каналымнан осындай оңай, қолжетімді заттардан жасалатын әртүрлі рецепттерді таба аласыздар. Осылай жұқа етіп жайып алғаннан кейін өзімізге ұнайтын формада кесіп алатын боламыз. Мен осылай дөңгелек формада осылай кесіп алған болатынмын.
әртүрлі формада қолдансаңыздар болады. Осылай дайындап болғаннан кейін противеньге пергамент қағазын жайғастырып, осы дайын болған қамырларымызды, яғни тестаны қойып шығатын боламын. Противеньге осылай орналастырып алғаннан кейін ортасына бір қасықтан салмасын салып шығатын боламын. Менде салмасы сәл сұйық болып кетті. Қаймақты көп қосып қойғаным осындай сұйық болды. Негізі мейлінше қою болғаны абзал. Осылай дайындап алғаннан кейін екі шетін бір-біріне қосып, шеттерін осылай бір-біріне жабыстыратын боламын. Осы уақыт аралығында пештеріңізді алдын ала 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Барлығын дайындап алғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 20-25 минут аралығында пісіріп алатын боламын. Қараңыздар, біздің сочниктер осындай қызарып, өте дәмді болып, жіп-жұмсақ болып пісті. Міндетті түрде сіз де осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаны сәтті әрі өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған дәмді рецепттер жинағы менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар.